Саламатсыздар ма 8-ші сынып оқушылары алгебра пәнінен 1-90-ға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмаларын бірге қарастыратын боламыз. Оқушылар, бірінші тапсырмада бірнеше сандары берілген иррационал сандарды анықтаңыз. Жалпы оқушылар, иррационал сан дегеніміз шектеусіз, периодсыз ондық бөлшектері. Ол сандарға көбіне түбірастындағы сандар жатады. Мінекей минус түбірасты 3 және пи санын иррационал сандар деп аламыз. Яғни жауабы Д болады екен. Келесі екінші тапсырмада түбірасты 7 саны нақты сандар интервалдарының қайсысына тиісті дейді. Оқушылар, түбірастындағы 7-ні түбірден шығарамыз, 2,6 болып шығады. Демек ол сан 2,5 пен 2,7 сандар аралығында жатады екен. Келесі үшінші тапсырмада оқушылар есептеңіз. Оқушылар, түбірасты 3 пен түбірасты 13-ті көбейтеміз, сонда түбірасты 39 болады. Көбейтеміз, түбірасты 39-ды екеуін көбейткен кезде түбірасты 39-ның квадраты болады, ол түбірастан 39 болып шығады екен. Енді келесі 4-ші тапсырмада салыстыру керекпіз. Мұндағы 3-ті түбірасына ендіреміз, сонда минус 3 бізде түбірасына енген кезде 9 болып енеді, 5 пен көбейтіледі, түбірасты 45 болады. Ал мұнда 5-дің квадраты 25, 3-ке көбейтеміз, сонда түбірасты 75 болады. Ал енді оқушылар, сандар минус болған кезде қайсының мәні кішкентай, сол сан үлкен болады. Келесі оқушылар, 5-ші тапсырмада тепе теңдікті дәлелдеуіміз керек. Яғни мына өрнектің мәні 3 қосылған түбірасты 6-ға тең болу керек. Енді оқушылар, мына өрнекті есептеу үшін мұнда түбірасты 3 минус түбірасты 2 деген өрнек берілген екен. Бізде бөлшектің бөлімінде түбірасты деген болмау керек. Сол үшін осы өрнектің бүгіде түбіріне көбейтеміз. Яғни түбірасты 3 минус түбірасты 2-ның бүгіде түбірі түбірасты 3 плюс түбірасты 2 болады. Бөлшектің алымына да бөліміне де түбірасты 3 қосылған түбірасты 2-ні көбейтеміз. Оқушыларына бөлшектің бөліміндегі А минус Б, А плюс Б деген қысқаша көбейту формуласына келіп тұр екен. Яғни түбірасты 3 минус түбірасты 2-ні есептейміз, сонда бізде 3 минус 2 болады. Ал мұнда түбірасты 3 пен түбірасты 3-ті көбейтеміз, түбірасты 9 болады. Ол түбірдің астынан 3 болып шығады. Ал мұнда түбірасты 3-ті түбірасты 2 көбейтетін болсақ, түбірдің астына көбейтіледі, түбірасты 6 болады. Ал енді оқушылар, 3-тен 2-ні азайтамыз, 1 болады. Мына өрнекті 1-ге бөлетін болсақ, 3 қосылған түбірасты 6-ның өзі болады. Мінекей оқушылар, мәні 3 қосылған түбірасты 6-ға тең болды екен. Сонда тепе теңдік дәлелденді. Оқушылар, келесі 6-ші тапсырмада былай делінген. Қатар тұрған А және В ғимараттарының ұзындықтары берілген. А ғимаратының ұзындығы 4,2 метр. В ғимаратының ұзындығы түбірасты 20 метр. Ғимараттардың қайсысы ұзын? Оқушылар, ол үшін осы А және Б ғимараттардың сандық мәнін салыстырамыз. Мұнда мінекей түбірасты 20 берілген екен. 4,2-ні түбірдің астына ендіреміз, яғни квадраттап түбірдің астына ендіреміз. 4,2-ның квадраты 17,164 болады. Енді мұнда қараймыз, түбірасында 20, мұнда түбірасында 17,164, демек бізде В ғимараты ұзын болады екен.
Ал енді келесі оқушылар 7-ші тапсырмада мына өрнекті ықшамдаймыз. Оқушылар ең алдымен жақшаның ішін орындап аламыз. Ол үшін бөлшектің бөлімін ортақ бөлімге келтіреміз. Сонда бізде түбір асты А қосылған түбір асты Б және түбір астында А минус түбір астында Б болады, ортақ бөлімі. Оқушылар ең алдымен мына екі өрнекті есептеп аламыз. Енді мұнда түбір астында А минус түбір асты Б береміз. Ал мұнда түбір астында А қосылған түбір асты Б береміз. Мына өрнекті сол күйі жаза аламыз оқушылар. Б минус А 2 түбір астында А Б. Енді оқушылар есептейміз. Түбір астында А мен түбір астында А-ны көбейтетін болсақ, А квадрат болады, ол түбір астынан А болып шығады. Минус түбір асты Б мен түбір асты А-ны көбейтетін болсақ, А Б болады. Мұнда плюс түбір астында А Б болады. Плюс Б мен плюс Б-ны көбейтеміз, яғни түбір астында Б квадрат болады. Түбір астынан Б болып шығады. Енді мұнда көбейтеміз. А минус Б түбір астында А плюс түбір астында Б. Енді оқушылар, мына бізде қысқаша көбейту формуласына келіп тұр екен, яғни А плюс Б А минус Б-ға келіп тұр екен. Ықшамдаған кезде А квадрат минус Б квадрат болады. Сонда түбір асты А-ны және түбір асты Б-ны квадраттаған кезде А минус Б болады. Енді бөлшектің алымын есептейміз. Минус түбір астында АБ плюс түбір астында АБ екеуі қысқарады. Сонда бізде А қосылған Б қалады. Енді мұнда оқушылар былай істесек болады. Мына таңбаны жазып аламыз. Мұнда А минус Б болып тұр екен. Соған сәйкестендіріп, мына А мен Б-ның орнын алмастыру үшін мұнда минус қоямыз. Сонда 2 минус бізде плюс болады. Бөлшектің бөліміндегі А мен Б-ның орны алмасады. 2 түбір астында А Б. Көбейтеміз. Түбір астында А қосылған түбір астында Б А минус Б. Енді оқушылар, бөлшектің бөлімі бірдей болып тұр екен. А минус Б деп аламыз да бөлшектің алымын қосамыз. Сонда А плюс 2 түбір астында А Б қосылған Б. Көбейтеміз. А минус Б түбір астында А қосылған түбір асты Б-ны сол күйі жазып аламыз. Енді оқушылар, мұндағы А минус Б мен А минус Б қысқарады. Сонда бізде түбір астында А қосылған түбір астында Б бөлшектің алымын қысқаша көбейту формуласына келтірсек болады екен. Яғни бізде екі өрнектің қосындысының квадратына келіп тұр екен. Сонда түбір асты А қосылған түбір асты Б-ның квадратына келіп тұр екен. Яғни екі өрнектің қосындысының квадратын ашатын болсақ, бірінші өрнектің квадраты түбір асты А-ның квадраты А болады. Плюс 2 еселенген бірінші және екінші өрнектің көбейтіндісі мінекей 2 түбір асты А Б болады. Плюс екінші өрнектің квадраты түбір асты Б-ның квадраты Б болады. Ал енді оқушылар, мына өрнектің біреуі кетеді және мына өрнек толық қысқарады. Сонда бізде түбір асты А қосылған түбір асты Б қалады екен. Келесі оқушылар, 8-ші тапсырмада y тең түбір асты x функциясы берілген. Асында функция графигі А нүктесінің координатасы А және 2 түбір асты 5 нүктесі арқылы өтеді. А санын табыңыз. Оқушылар, біз мұнда x-ің орнына А-ны апарып қойған кезде бізде 2 түбір асты 5 болып шығу керек. Демек біз 2-ні квадраттық түбір астына ендіреміз. Сонда 2-ның квадраты 4 болады. Көбейтеміз 5-ке, сонда түбір астында 20 болады. Сонда оқушылар, А-ның мәні тең болады 20-ға.
Келесі оқушылар, Б сында егер x 1 мен 4-ке тиісті болса, онда берілген функцияның мәндері қандай аралықта өзгереді дейді. X тиісті 1 мен 4-ке, сонда x-ің орнына 1-ді және 4-ті апарып қоятын болсақ, сонда 1 бізде түбір астынан 1 болып шығады, ал 4 түбір астынан 2 болып шығады. Сонда y 1 мен 2 сан аралықтарына тиісті болады екен. Келесі С-да функцияның мәндері 15 және 25 аралығында жатуы үшін оның аргументі қандай мәндер қабылдауы қажет дейді. Оқушылар, мұнда y-тің мәні 15 болып шығу үшін және 25 саны болып шығу үшін 15-ті квадраттаймыз және 25-ті квадраттап түбір астынан шығарамыз. 15 және 25-ке тиісті болу үшін жаңа айттық, x саны 15-тің квадраты 225 және 625 болу керек. Яғни 625 бізде 25-тің квадраты. Енді соңғы тапсырмасында x айнымалысының қандай мәндерінде түбір асты x 1-ден кіші немесе 1-ге тең теңсіздігі орындалады. Яғни оқушылар, бізде мынау теңсіздігі орындалу үшін бізде x 0 және 1-ге тең болу керек. Орнына қойып есептеп көрейік. Мысалға, мұнда 0-ді қоятын болсақ, түбір астынан 0 болып шығады, яғни 1-ден кіші болады, ал 1-ді қоятын болсақ, 1-ге тең болады. Оқушылар, тжб-ның талдау сабағым осымен аяқталды. Егер түсінбеген сұрақтарым болса, комментарийға жазып сұрасаңдар болады. Оқушылар, алгебрадан бөлек мен каналымда физика және геометрия, математика пәндерінің сабақтары бар. Егер қажет болса, каналыма кіріп қарасаңдар болады. Сау болыңдар.